Әмәлетте мен бір мәхбүстім уяге. Уяда менің еш қандақ оқуғым болмайды. Менің қолымда көзі пұтымда кішен болмағандығы пәрқ болады. Бірақ тамықымыз біздің әдетте оқуларымыз чекленгеніміз оқшашты. 10 жашлық бала, 84 жаштығы тағының пешіде өмір аятыда мал бақып өткен адамларының ашындақ террористік немелермен немалақысы бар. Ешқандай қалақысы жоқ. Қытайша деген кеп ба? Шен чули чуан цаушеді, хау чули чуан пешеді деген кеплері ба? Неме қош неменің ішіге еп қойған. Алды білен, пұқырлардың әмісін жымақтырып етіш, андын кадрларының әмісін ашында қырып бір тарап қылып етіш. Деген мәнде келеді екен да бұл. Шошқының көшін беруді мәжбүрлеп. Егенлердің әмісі күздіп тұруды, емегенлердің әмісі иғыры жазаға татылуды. Ашық құралларын, ашық қоқыншық нәсілеріне көген бақта өзіңізді өзіңіз жоқтып, өлімнен башқа еш нәрсе ойламайсыз. Ұятычы. Біз шыншылық немо әсіретлік авазларыны бақырған, жығылған, андан құтқызылма деп бақырған авазларыны өйеден аңлап тұрмыз. Мұндақ авазлар жігімді сағат үзілмейді десем болады. Кечелерде өйедіке сақшылар өзлерінің көзі түшіп қалған чырайлы қызларны, аялларны таллап әтші келеді. Чексіз құқық бәйген. Чексіз құқық бәйген. Олар бірісін өлтірбәсі мұ, немішлерді қысы мұ, оларны ешкім оларның жауапкерлігін сүрішті қылмайдыған. Өкілдарлар ішлеткен болса, немішқа адамның немізін янбаштан, ашынақ нәрседен салмайды. Чоқым мәйден селеш керек. Сым Сайрабыл Сауытбаев, Мелитон Қазақ 1976 жыл 9 айының 16 күні Шинжаң Ұйғыр автономия районлық Іле Қазақ автономия облас Монқранайсыда тұғылдым. Андан мектеп бітіргенден кейін 1993 жылдан 1997 жыл 4 жыл атырапыда медицина институтыға оқышқа түшіп 4 жыл оқып кәсібімді бітіргенден кейін өзіміз тараптыке бір жоңой доқтырханасыға өзімнің кәсібім бойынша әшеге қызмет ішледім. Нәтижелі қызмет ішлегенден кейін айлымыздың себептерге бағлық мен қызметімді алмаштырып мектепке беріп оқытқышы болдым. О уақытларда Қытай тілінен дәріс өтуған оқытқышы болып мектепте қызмет ішледім. Алдыдеки доқтырлық қызметімді алмаштырып әкеліп. Чүнки о уақытта мен шәрден езға кеткенден кейін езға бағымақта ездік доқтырханалардың әмісі шақсының доқтырханасы дейді. Менің ішлегенім дөлет қарлы немістіке, дөлет тәвәстіке доқтырхана болған екен. Өйек алмаштырып апасам қызметім бәк қолайсыз болуды. Шыңашқа мен мектепке беріш бадым. Қытай тілінен дәріс бердіған оқытқышы болып ішледім өйеді. Андан 2004 жылы той қылып, жолдышым тұрған езға кеттім. Әшеге бадым. Жолдышым өйеді оқытқышы болып ішлейді. Мен өйек баған декен жолдышым ішкіміз бір мектепте білді ішледік. Оқытқышы болып. Кейін 2007-ден 2009 жылға аралықта Шинжаң педагогикалық университетіге қайтадан оқушқа түшіп, өйеді жоғары білім орнында білім еліп, андан қайтып бағаннан кейін мектептің рәхбәрлік орнында қызмет ішледім. Андан кейін 2016 жылдан башлап, 2016 жылдан башлап, өзіміз тұрған едіке 5 балбақшының директорлық қызметін ішлейдіған болып, жоғырының немесі бойынша, орнаштырышы бойынша балбақшаға директор болып қызмет ішледім.
2006 жылдан башлап Қытай Компартиясы уятике Шинжандагы жергиликтүү халыкларның, уйгур, казак катарлык халыкларның алды белән тилне, анда безнең динimiz, мәдәниятimiz өйрәтүне башлады. 2006 жылы алды белән башлаган вакытта бер уйгур телле, казак телле мәктәпләрнең әммесен Қытай телле мәктәпләргә кушып, әммесен тагып әйтте. Ашында ягы әмме нәрсә Қытай, фақатлым Қытай телендә маңдаган булды, әммемизне мәҗбүрләп Қытай телен өйрәнешкә нем кылды. Асанлык милләтләрнең өзенең мәктәпләрнең әммесен тaqыды. Андан biz балаларыбыз элеп Казакстанга көчүп кетишкә карар өзебез ашында нем кылдык. Казакстанга көчүп кетебез деген вакытта 2014 жылдан башлап Кытай Компартиясы бу хезмәт эшләп аткан, яна партия әгъзасы, яна хезмәт эшләп аткан адамларның паспортларын мәҗбүр итүдә җыгышын башлаган 2014 жылы. Бешидә уларның әммесен ялган немеләр белән башлады. Паспортларның әммесен без компьютерга киргизәбез. Андан бер туташ нем кылган дигән, башкорт тәвәсгә нем кылган кайдан кайтарып бирмиз дигән бана белән нем кылды. Кин аның артында аны мәҗбүри алда, мәсәлән, бер белгилек вакыт берип, ашы вакытын ичә тапшырмаганнан әммесе ягыр җәзага тартылды дип мәҗбүри төрдә тартып җыгып алды. Biz mening ailem Қазақстанға кетіп тұрған вақытта бұла Қытайның бір рәзіл сиясаты бар дей, шетелге шыққыдыған бір айладан бір адамны кәпілдікке еп қаладыған. Рәзіл сиясатын қолданып, мені партия әзәсінің дөлет рәхбәрлікіне қызмет ішлейсе деген баналар білән, кәйінден барса деген ялған немелерін менің паспортымны татып деп бәмей, айла білән Қазақстанға өтішке yol бәмеді. Ашына қалып менің Ailem Қазақстанға көчүп кетти, балаларым ашыда окуды. Шунда ягы мен паспортумду аламадым. Улар менен Қазақстанга бериш уякта турсун, улар белән ала кылышкамы, каттык ала кылыштымы катты мени кылды. Бешиде биз улар еңден кеткен вакытта WeChat аркылы ала кылышып тураттык, кийинден онунгамы yol бермеди. Ашында кылып биз алакыбыз үзүлүп калды. 2016 жылдан ахырдан башлап Қытай Коммунист партиясы bu neçə жыл ilgari planlagan müşe Türkiye tilles yerlikte халыкны Xitaylandırış umumi kurtup etiş siyasatını başladı 2016'nın ahırda. En aldı bilen başlagan vaqtda bizim hoşunlarımız, tonuşlarımız 20 keçilerde üylerden uxlap atkan yerde tutup ketadigan işler aldı bilen ışınaq başlandı. Aldı bilen kampalarını sep bolgan gep. Bu kampalarını Xitay Kompartiyası o vaqtda kampa dep atamaydı. Ügünüş siyasi ügünüş nemeler merkezleri, Xitay tilinden ders beradigan ortalık degende mektep şekildeki bir çıraylık gepler bilen atadı. Onda oğlan hiç kim hiç qandaq näs bilmeydi. Onun üstüge Xitayda əzəldən bu axbarat degan нәрсе чекленген. Bu axbarat uçuq bolmagan diken hiç kim hiç näs bilmeydi oxlады. Aşında qılıp adamlar tutuş başlanıp ketdi, yerim geçiledi. O adamların nege gitip nege para atqanlığını hiç kim bilmeydi. Biroq xalqning aralığında şunda qoqudigan qoqunuş payda boldu. Emma adamның nemesi de kalısda qaçın tutup ketmen degендek. Aşında qılıp 2017 жылдың 1 aydan başlap bu kelgülük bizgimi geldi. Aldı bilen meni 20 kişiyle tutup ketadigan boldu. 20 kişiyle tutup apırıp, qoqutup, sorak qılıp, besim qılıp, ailemnin Қазақстанда bolganlygini bana qılıp, besim qılıp 20 kişiyle aşında qıladigan işler başlanıp ketdi. Men şunda qoqtum. Ular meni besim qılıp, Қазақстандагы ailemni qaytırıp әкелди. Qaytırıp әкел, andan senin yoldaşın pasportlarını tapşırıp berip, ballarıma pasportlarını tapşırıp berip, anda Қазақстанга çıkmaydı, müşahede boladı, müşahede okuydu degen nem qıldı. O vaqtlarda aşı
өзінің чет елге чыккан әмме айылдан бір адамлардың кепілдік еп қалдыған рәсіл саясаты бойынша еп қалған адамларга бесім қылып, тұқанларға бесім қылып, чет елде тұрып атқан, Қазақстанда тұрып атқан адамлардың әмісін, студентлеріне, пенсияға шыққан адамларыны, аш тараптағы тұқанларға бесім қылыш арқылық ялған не білен чақырты келіп, чегірден өткен аман оларды тұтып, әкітіп, түрмелерге солап атқан уақытты. Уламы қайтып баса, ашындағы ақатқа қалдығаны чұқым ашындағы ақатқа қалады. Мен оны нем қылған ке, оларын қайтыр бәкілішке бақат ешқандық іш әркет қымыдым, қығымы кәмеді. Онда қуанге бесім текме күшейді, кейін олар Қазақстанның ватандашлығын алды, Қазақстанның пұқырысы болды. Оны аңлаған еге маған болған бесім текме күшейіп кетті. Ашына қылып, 2017 жылы 11 айда бір күні ерім кечеде мен бір телефон алдым. Телефон келді, о телефонын аған екен, о телефондық адам маған азыр дәрхал бір адреске, бір орынға беріп тұрышымды бұйырды. Мен оның кім екендігін сордым, яғни немішқа бардығанлығын сордым. О адам маған артық сұрақ қоймаслығымды, өзінің кім екендігін сормаслығымды қатаң тапылап, әтет дегенде сіз ішкі Қытайға өгінішке бардыған болдыңыз деп шендірді мені. Яғни дәрхал ашығы беріп тұрышымды тапылап, бір телефон номер бәді. Аш телефон номерға баған деке мен келдім деп қабар нем қып қойым, yolлап қойым. Ана біз өзіміз адамдарымыз алдыңызға шығып алуды деген кетланы қалды. Оғлада артық кеп қысақ, қаршы әркет қысақ, оның ақыветі өлім білен аяқлашыды. Оны білгендікені артық кеп қылышық болмады. Мен ашы бұйрық бойынша ашы деген орынға бадым. Баған келгі телефон номерға келдім деп қабар yolлап қойдым. Бірден кейін бірнеше құралық сақшы келді. Құралық сақшы келгенде олар менің бешімға қар қалты кигізіп, өздері бөлімді еп маңды. Біз хейлі маңдық. Хейлі вақыт маңғаннан кейін біреге бадық. Бірге баған кейін олар менің бешімдікі қар қалтын, қар дорбан еп ташылаған вақытта мен біреге тұрып декен мен біреге бердік. Андан ашеде бұл кәсіп тәрбиедіғін орталық бейетке адамларға сіз Қытай тілінен дәріс бердіғын оқытқышы болып қызмет ішлейсіз. Оның да мәселені әр күн қандай орнаштар болды ашыныңға өнем қылып, ашы бойынша қызмет ішлейсіз деп менің вазифамды етқаннан кейін. Мен өзімнің концлагерге адамларына қамап атқан егер келгендігімді ашы вақытта білдім. Андан бұла бірнеше бетлік келісімнама екен, мақби келісімнама. Ашынға қол қойышымды бұйырды. Өздері оқып бәді. Мен әмізін оқым деді. Өздері оқып бәді. Бешіне неме қылыш керек, неме қамаслық керек, қандай нәрседен қылапыл қылған болды, қылапыл қыса, оның ақиқат қандақ болады деген. Бір қорқыныштылығы ұядыке бір ашы келісімнамының бірісіге, әгер мен нем қысам, қылапыл қысам, онда мені өлтірбедідікке. Ашындақ әндік нем қылған. Мәжбүри алдашы келісімнама қол қойғанден кейін менің ұядыке қызметім башыланды. Анда немо Мисайфу деп қойды Қытайда. Ашындақ бір киім бәді, қызмет киіміміз кен біздің. Шында қылып менің ұядыке аятым башыланды. Бұл әмді түрмеден ме бейді қоқынышлық концлагер деп тәсәуірлеп шыққы болуды. Үйеді қамалға адамлар бәк шығықке. 2500-ге бара адам бәке қамалған. Әр аялла. Әр аяллардың әміміздің чеші түшіріп етілген. Андан ең кішіге 13 жашлық бала. 13 жашлық бала деген 13 жашлық баладан емкіна бар. Ол деген башыланғыш 6 сыныптың балысы. Ән yoqırısı 84 yaşlıq çoğun adam. 60-70 yaşlar atrapetiki çoğun boğaylar, momaylar mıcık bu yerde. Hem de bu yerde yeni adam tutup ekilip durdu yerin keçilerde. Onda qoğan diken bu yerdeki adamların nemesi yeşi
Мо өзгөрүп турду тутуп экен адамдарга. Бирок мен көргөн эң кичик бала 13 жашлык бала болду, эң чоңу 84 жашлык чоң адам. Андан адамдардын эммесинин колу да көзү, буту да кишен. Бу Кытай компартиясы тәжи кысканда Кытай компартиясы деп атканда элка канун тәрбиелеш орталык, неме меркезлер, саясий үгүнүш меркезлери, болмаса бирер кәсби маариф тәрбиелеген орын дегеннин эммеси курук кеп, эммеси ялган. Булар өздөрү койбаган чырайлык исемлер. Лекин уя ондак эмес. Андан шунда кылып менин аятым башланды. Биз мен адатта дарс өткөн вакытта ишке куралдык сакчы болуду менин инимде. Мәселен, биздин әмме деген кеплеріміздің әммесі уларның өзлерінің рұқсатының немесіде болуды, тәбәсіде болуды. Дәрс өтудіған мазмұнларды ма, ашы мұнасыратлық болған адамдар тәйірлеп берді. Тәйірлеп берген нәрсет өтіміз, артық кеп қамаймыз. Дейсә деген кеплерді дейміз, демейс деген кеплерді ешқандақ немеміз жоқ, біздің ұқуымыз жоқ. Аны күлішкімен жығылышқы болмайды өйеді. Bunun әммесі белгіленген, bunun әммесі әгер оныңға күлсең, жығылсаң, башқа бірісімен сөзлештіған ондақ кішілер болса, оның әммесі оядыки немеге қылапылық есептілерді, бұның жазасы пәк иғыр олуды. Андын бияда жәмиетінің әр немесінің, әр сайысының адамлары ба. Мәселенге қызметкерлер ба, байла, содгерлер, андан мал бақыдыған малчыла, диқанла, чарбычыла, адатки пұқырла, андан абай деп өттім, кичик балла дегендек. Андан зиялла, көзі очық, хақтың алдыда меңіп атқан, ашындақ намы шыққан адамла дегендек. Әр қыл сенің адамлары ба, бияда. Әнді кәсби мағарет тәрбие еткен орын болса, мүш адамларға ашында кәсби мағарет тәрбиештің деме ашты ба, ешқандақ емес. Қытай компартиясы дегендек жәмиетінің мұқымлығын сақлап, жәмиетіне нем қалған террористерге қаршы бір немелеріне жүргізіп атымыз дегендердің әмісі құрық кеп. 10 жашлық бала, 84 жашлық тағының бешіда өмір аятада мал бақып өткен адамларының ашындақ террористік немелермен нем алақысы ба, ешқандай алақысы жоқ. Демекші оғыным әмісі құрық кеп, бір Қытай компартиясының нәтижелері планлаған, мүші Шинжаңдыки ергілікті қазақ, ұйғыр, қырғыз, өзбек қатарлық ергілікті қалықтарының әмісін Қытайландырыш. Анда Қытайландырыш қалғанлардың әмісін жоқ қылып етіш. Милләтіні жоқ қылыш деген кеп. Мәселенге олардың немесі де ба, алды білән немелеріне. Қытайша деген кеп ба? 先处理传草鞋的，后处理全皮鞋的деген кеплері ба, неме қош неменің ішіге еп қойған. Бұл кеплердің мәнісі, ондақ мәселенге ол чөп чақай кигенлер білән хұрмаяқ кигенлеріне бір тарап қылыш деген мәнінде болуды. Онда қарасаң, бұл адаттікі мән береді. Лекін ондақ емес. Әсілі мәнісі бұның алды білән чөп чақай кигенлер деген пұқырлар. Адаттық пұқырларын дейді. Анда хұрмаяқ кигенлер деп отағаны кадрлар. Алды білен пұқырлардың әмісін жымақтырып етіш, анда кадрлардың әмісін ашында қырып бір тарап қылып етіш. Деген мәнде келеді екен да бұл. Андан бияде біз қызметшілеген вақытта үгітідіған нәсілі. Үгітідіған нәсілі болғанда бұл алды білен партияның, компартияның сиясатлері, принциплері, андан Ши Цзиньпиннің сөзлеген әрбір еғіз кептілері, 19-шы құрылтайының мазмұнлары үгітідіған ашуақла. Андан Қытайның адаттікі өлім ұзатқанды
Қытай милләтінің өлім ұзатқандығы кәп сөзлері, андан той қылған вақтыки işletilgan gap sözleri, yani ma turmuşta, adatlık turmuşla işletilgan gap sözleri aşılarını götürmüz. Onundan başka Xitayning nima tarixi, Xitayning tarixi emas, Şinjanning tarixi. Жоқ, Şinjanning özleri Şinjan sanışı deb qo'ydi. Şinjan sanışı deb o'tgan Şinjanning 3 tarixi degan. Xitoylarning o'zining yalg'ondan yesi bo'lgan 3 tarixi bor. Ashuni o'timiz. Masalan, Şinjan degan azaldan bizning vatanimizning nima ayrılmaz bir qismi deb başlanadigan shunday yalg'on tarixlar bor. Ashuni o'timiz. Andan shu har bir vaqtda Xi Jinping başlagan ashundaq nimalarning rahbarlarning so'zlagan gap so'zlari ashunaq narsalar o'timiz. Endi o'tadigan mazmunlarning hammasini o'zlari tayyorlab beradi. O'sha tayyorlab bergan mazmunlarni o'timi aytma deganlarni aytmaymiz. Andan o'tib bo'lgandan keyin mazmunlarni yig'ib aytadi o'zlari. Bizning qo'limizda qoldirmaydi o mazmunlarni. Qaytadan yig'ib aytib yana beradi ashunaq qo'lda har kuni. O'tadigan nimalarni boshqa ishlarning hammasini o'zlari nima qilib o'tirdi. Boshqarib hammasini o'zlari bir taraf qilib o'tirdi. Andan mening bir qatimda kirdiganim 50-60 ashundaq adam bo'ladi. 50-60 adam bo'ladi. Kichik balbaqchaning ballar o'tiradigan kichik bir plastik o'rindiqlar bo'ladi. Bundaq egizligi mushinchilik bilan. Ashunda o'tirdi. Patmag'alari mundaq yerda o'tirdi. O'sha nima o'rindiqlar yetishmaganlar odamjaq bo'lgandan keyin u yerda. Endi yetishib qolsa ashunda kichik o'rindiqlarda o'tiradigan gap. Endi cho'ng odamlar ashunda balbaqchaning ballari o'tiradigan o'rindiqlar. Buning o'zi bir ruhiy tarafdan qiynash degan gap. Chunki ular uningga o'tirib chidamaydi. Motorlab nima qilgan ish harakatlarning hammasi u yerdagi tartib qilablik qilgan bo'lib hisoblanadi. Uning hammasi yoziladigan gap. Masalan, odatda kameralarda u yerning tartibi bo'yicha bir adam 1 kvadrat metr yerga yetish kerak deb belgilangan. Yana o'ng taraf bilan yetish kerak deganga tong atqicha. Qo'zg'alishga bo'lmaydi, motorlashga bo'lmaydi. Qo'zg'alsa o jazoga uchraydi. Andan ashunday hisoblaganda bir kamerada bir kichik bir uyning ichida 16 adam, 17 adam, yana 20 adam qisilib yotadi. Ashunday qiladi o'ng taraf bilan. Andan bu yerda har bir kamerada 5 har bir nimada, har bir uyda uy emas, odamlar nim qilgan, qamalgan kameralarning ichida 5 aqlli kamera nim qilgan, kuzatish kameralar o'rnatilgan. O bir uyning ichida 4 bo'lingida 4, yana o'rtasida bir cho'ng kuzatish kamerasi o'rnatilgan bo'lib, koridorning hamma yerida dars o'tadigan sinflarda hamma yerda shunday kameralar o'rnatilgan bo'lib, bu yerdagi hamma ish harakatlarning hammasi 24 soat nimada bo'ladi. Kuzatishda bo'ladi. Tualetga o'tasam o'xshash, tualetga o'tasam kuzatishda bo'ladi, tualet. Tualet deganda bu har bir kamerada tualet degan narsa yo'q. Bir qaqbaqliq bir nima chelak qo'yilgan, plastik chelak. Har bir kamera ash tualet o'rniga ishlatadi. Anda bir kameradagi odamlarning hammasi ash nimaga o'tiradi, cho'ng kichik tarafning hammasi ash chelakning ichida bo'ladi. Chelak to'shqandan keyin qaqbag'ini qo'yib qo'yadi ashida. Anda uni deganda ip chiqib to'kib etish kerak. Uni to'kib etishga bo'lmaydi yana. Ashiq chiqib to'kib etishdan burun tarafga qisilib ketganlar ruxsat so'rasa, uni hech kimga ruxsat bermaydi, hech kimni tarafga bo'lmaydi edi. Andan har bir tarafga o'tirish vaqtida hech kim yo'tal ishib ketmaslik kerak. Bunda qo'ygandan keyin tarafga o'tgan vaqtlarda cho'ng taraf badaniga chaplashib qoladigan, kichik tarafga baq qisilib ketib bo'yga taraf ketadigan, o ashundaq tarafdan zaharlanib qoladigan ishlar, andan bundaq ishlar baq chiq. Odamlarda baq mikroblanib ketganlar-chi. Cho'ng taraf chaplashib qolgandan keyin oson mikroblanib ketadi odamlar. Andan odatda nim qilgan vaqtda bularning yotadigan yeri sement yerning to'pisiga bir
шундый лепіз палазаны нем қып қойған, төсі нем қып қойған, сеп қойған аш палазын төпіске татыған кеп, онда қойған кеп бұларын пұтыдан, бәдінлерден суға көтіп, бөректен суға көтіп, ішініп кеткенлер, бүтін бедінде, орнынан қопамай қағалар. Андан геморроиз тежіға шығып кеткенлер. Яны диабет кесілі ба, диабет кесілі еғырлап кетіп, бұның үшінші басқышына беріп баған. Бәділ бүтін бедінің ашында ісіп кетіп, орнынан қопамай атқан ағырықла. Яны лагерге кірместен бұрын меңі өсме. Меңі өсмесі, еғір меңі өсмесі ағырқы білен операция ясытып, андан әр күні доры ішіп, аятын сақлап атқан адамламы ба. Өе кірген кен сыртан доры әкегіл болмайды, дорысы тоқтап қалған. Ашындағы еғір ағырақларымы ба бұның арлықта. Әмді бұяды үшіндегі ағырақлар босы мұ, ола өліп қасы мұ ешкім қарымайды. Яны ешқандақ медицина тараптан ешқандақ ярдам көрсетілмейді. Өліп қасы мұ. Адатта шарт жайет шындақ начар тамақ білен толат бір еді. Әмісі андан тамақ еген вақта, тамақ дейміз, тамақ болғанда 3 уақыт тамақ берді, тамақтың немесі шындақ начар. Әттеген тамақ берді, әттеген тамақ берген вақта. Әттеген түште, яғни кеште 3 уақыт тамақ берді, 3 уақыт тамақта бердіған әсі ішкі қылдан бақат. Әрбір адамға бердіғаны бір вақта бір жөміш гүріштің су, бір пачынан, болмаса көктәтін суға қайнатқан көктәтін судан бір жөміш береді. Яны бір булка деп қойымыз мұ Қытайларда. Булкынан, ашына булка, кичік булкадан біріне береді. Бұл бір адамның бір вақты тамақ. Бір тамақтың су бітіп нәрчар. Андан адатты тамақтың іште көш болмайды. Жүмә күнлері чошқының көшін береді. Жүмә күні чошқының көшін беріп, бұланы, бұл мүшәді ятқан адамы, қамалған адамланы өзінің діни итқатадан ваз кәшті ме, жоқ ма дегені сынап бақыдыған. Әрқыл сынаштар еп баруды, әрқыл сынашының бірісі жүмә күнлері чошқының көшін беріп сынайдыған бір немесі бар. Чошқының көшін беруді мәжбірлеп. Егенлердің әмісі күздіп тұрды, емегенлердің әмісі иғыры жазаға татылыды. Яны бұланы діни итқатадан өзінің немістен бас кәшмепті деп, текімі иғыры жазаға, текімі ұзақ вақыт қамалыштады. Әрқыл тараптан бұлаға иғыры тәдбірлер қолынуды. Ондақ болған кен әмісі қоқыды. Қаршылық қыламайды ешкім мәжбір болуды. Әмді мен 24 сағат адаттан неміш қылдығанлығымызды деп өтей. Әмді бұл 24 сағатта чұқым үшіндақ болып деген кәп әміш. Чүнки бәз вақтлада бұла йоқырдан келген бұйрықлардың немісігі асасын бұла бүйәдеке ішілеріме өзгіріп тұрды. Өзгіріп ашынға. Бірақ 24 сағатта немішлейдіғанлығымызды асасын мұндақ айтқанда біз әттегенде сағат 6-да қопымыз әмеміз. 6-да қопқан, 6-7-гіче 1 сағат вақытта әттегенлік тамақ болуды. 7-ден 9-гіче болған арлықта 2 сағатта мен абайғы Қытай тілінің елқа әрқыл мазмұнларын дәрс өтіме, тәйірлеп бәген емесі бойынша. Андан 9-дан 11-гіче болған арлықта өтеп болған мазмұнларын қайтадан пішіқлап өгінедіған кеп. Сағат 11-дан 13-ге болған арлықта қағазларға езілген немелер бар, плакетлар бар, көтіріп нем қылыдыған. Ашыларды төпісіге, әммадан төпімізге көтіріп, мұнда қыл төпісіге көтіріп, ашынан 1000 қатам, 2000 қатам, 3000 қатам толайдыған кеп. Қаншылық жықырақ дейсен, сенің немен әшедеке сенің немдейміз, ипадысы яқшы олуды дегенді білдірді. Мәселенге бұл плакатларға езілген нәрселерін бір нәтижесінде бұтыдыған болсам, мен жүңголық мен, ошы жүңгөрен, мен жүңголық болғаныма өзім бәкінем қылыме, пәқірліме. Андан
пәхрилнеме мен ватан Хытайны сөйме, мен компартияга садык болуме, менин мүшө әм женимни, мүшө аятымны әммисин компартия бәген, компартиядан башка кудратлык неме жок. Мен компартияга садык болуме, мен компартияга нем кылыме дегендек ашындак мәзмүндөгү жык нерселерни ашы кагазга езилип плакаттарын көтөрүп ашы 1 саат ашындак толуп отурдаган кеп. Андан saat 12'den 2'ge болған аралықта түшік тамақ вақты. Түшік тамақтан кейін saat 2'den 4 атыраппыгече қызыл нақшылар деп қоймыз. Вәттанда нем қыладыған компартияны мақтайдыған ашындақ нақшыларыны өтіме. Мәсәлен, ол нақшыларыны деп өтсек, бәзілері алды білән дөлет немесе, дөлет нақшысы, дөлет маршы. Андан ижарын деп қойды біз. Әміміз бір айлың адамлары деген. Андан мәйо көңшандан жомайо шинрумға деген компартия болмаса еңі жүнгөмі болмасты деген. Танжа жүкші лилиян деген біз әміміз итпақлашсақ амайдыған неме жоқ дегендек. Ашындақ андан компартияны мақтайдыған, вәтінімді сүйме ондақ деген компартияны мақтайдыған, Ши Цзиньпинді мақтайдыған, Қытайны мақтайдыған ашындақ нақшыларны өттіміз. Saat 2'den 4 болған ашынақтар шешсеміз, сағат 4'тен 6'ға бұла әрбір адам жоқ жинаятларны тепіп өздерге ашына ойлаштырдыған кеп 2 сағат отырып. Оның ішінде ятқан адамның әммісі күнасы адамла. Оның әммісіге Қытай компартиясы жоқылан кеплерінің әммісін төкмет қылып чапылап, оларны жинаят қылып ялғаннан ашындақ жинаят чапылап әкіріп, құда жинаятчыға оқшаш өйеді қинаватуды, лекін олардың әммісі күнасы адамла. Әмді мүші адамла ешқанда күнасы болмасы мұ, ешқанда қаталық өткізмісі мұ? Әмісі күнасы болсы мұ? Чоқым мәжбүри алда өздерге күнат тепіп, өздерге қаталықларын тепіп, өздерге жинаят чапылап, ашын ойлыштаған кеп. Андан 6'dan 8'ge кешілік тамақ вақты. Saat 8'den 10'ge болған аралықта әм адам қолдарын егіз көтіріп, кейніге қарап, соғақ тамлаға чапылышып тұрды. Бұл деген фәнсі цзы деп қойды. Фәнсі цзыды көчкім дейді. Бұл өзлері тәкшірдіған. Өздері менің қандақ қаталығым ба, менің қандақ немем ба, жинаятым ба дегенлерді ойлап ашыны нем қыладыған вақыт. Мәселенге алдыдық 2 сағаттыке ола өздерінің ойлаған немелерін техмо мүрәкепләштіріп, техмо еғірлаштырып, ойлап аш вақта 2 сағаттың ішінде сен кейінге қарап тұрып, өзіңнің жинаятыңда толық нем қылышын керек. Андан 10'dan 13'ge болған аралықта азыр тұрақтыландырып болдың, әмді тұрақтыландырып болған жинаятларыңды қағазға түшіріп yazыдыған кеп. Yazыды, оны әтсәттігін тапшырып берді. Андан 13'gedен 1 болған аралықта әміміз нөбәтлішіп, немі коридорда немге тұрмыз. Кезекшілікке тұрмыз елқа. Чөпәндейді, ашында орнаштырып қойды, ашында тұрмыз. Saat 1'den кешкі түнгі вақыт сағат 1'den дегенге 6'ға 5 сағат ұқлаш вақты. 5 сағат ұқлаш вақты, әттегенде 6'да қопымыз. Ашындақ. Андан адатта мен дәрс өтедіған вақытта ішке құралдық сақчы білі баруды мен білен. Мен алдыда маңамай, олар менің келімді маңыды. Біз немеге бағанды кейін, дәрс өткен вақытта мұш құралдық сақчы енемізді болуды біздің. Енемізді болуды. Андан дәрс өтіп атқан вақытта, олардың жазылайдығы адамлары болуды, өзлері нем қылаған. Аша жазылайдығы адамларыны сырттан кірді, бұлар ішікті мөнем қылмайды, чекмейді, олар бесіп кірді. Кіріп, аша құралдық сақшылар өздері жазылайдығы адамларыны сөйліп әйтшік кетеді. Әйтшік кеткенден кейін жазылайдыған үйге апарады. Жазылайдыған үйі дегенде бұл еді ашы түрмеде, ашы концлагердің ішіде. Адатта бұлар шын жақ мақпи алда дейдіған бір кепі ба, хайфаңзы деп қойды Қытайча, қари хайу деп қойды. Уяққа ешкімнің берішіға ұрықсат қылынмайды, ешкім бамақты керек, оныңға
мунасабаттык нерселерди сормаслык керек. О хайпаңызда кар үй деп койгон жерге. Бу камарасыз кар үй. Эчкеке адамдарны, мушу жерде камалган адамдарны, махсус аш адамдарны жазалайдыган, кыйнайдыган, ашынанга тайырланган орун. О. Немишке мындак дейсиз дегенде, мен уну өзүм көзүм менен көмүсөм, мен ундак жазымдаштырам айттым. Бу биздин немелерден ачык жазылган адамдарды сөйлөп ачып кеткенден кийин биз шунчалык неме асыретлик авазларны бакырган, жыгылаган, андан куткузуңар деп бакырган авазларны у жерден аңлап турмуз. Мындак авазлар 24 саат үзүлмөйт десем болот. Эди аш карикатура жазылайды. Андан бу адамлар, эчкетки адамдардын бәзилерин булар сөйлөп әкелип ташлайды да. Сөйлөп әкелип орундан копомай ятыды. Бу сөйлөп әкелип ташлаган адамдардын тырнактары жүзүлүп кетилген, үстү бешлери кан, шундак кыйнаган немелер. Ашы кыйнаштын немелерин улардын немесинен карап көрүп алгалы болот. Әкелип ташлайды, орундан копомай ятыды. Бәзилери кайтып келмейди шүбет. Кайтып келмейди булар. Кыйнаш барсыдан кыйнаш жарыянда өлүп калды деп ойлойм. Мен эми өлүп калган адамды көзүм менен көрмөдүм, лекин не кетти о адамларны. Кыйнады, бәзилери кайтып келди, бәзилери келмеди. Жазылаш барсыда уларны кыйнап өлтүрөткен болушу мүмкүн деп ойлойм. Эмди кар үйүнө бир катем уякка бир кытайча хат езип чаплап койгон, о тарапка маңсың болмайды деп. Кириш, бериш катты мани кылынды деген кытайча хатлары бар о үйүнүн. Андан бир катем bir yerim keçide çık adamlar tutup geldi yeniden. Tutup gelgenke bu adamlarını tekşürüp tızıp koyup tekşürüp kırgızıp atат deyip bu nemege. Tekşürüp kırgızıp atkan vaqtda bu kişilerin aralığında men bir Kazak momay бар ki 84 yaşlık aşık momay. Üydeki kiyimleri bilen tutup ekepti. Şu yerim keçide. Үйде оттаған, үйде киіп оттаған киім bilen кепті. Біздің қазақ момайлар болсын, біздің момайларымыз өтіктің тешеден калош деп бір нәрсе киді ғой. Ашыны кішкеме үлгірмепті. Ашындақ кепті, бәк соқақ вақти ол қышта. Бұл аялны, бұл момайны телефоныңызда мәселе шықты деп әкетті ке. Телефоныңызда мәселе шықты деп тұтып әкеген бұл аял. Біз тізіліп кіріп атқан вақытта бұл аял мені көріп қалды да. Мені көріп қап, жүгіріп келіп, мені құшақлап, ай сіз мені қазақ екенсіз, мені құтқызып ал. Менің ешқандай күнәм жоқ, бұлар мені телефоныңыздан мәселе шықты деп әкелді. Менің телефоным жоқ. Мен телефон тұтып бақмаған адам. Біз тағының о пешіде өмір аят ашыда мал бекіп өткен адамла. Телефоным мәселе шыққан ұяқ тұрсын, мен телефонны әтті қандақ ішілішіні білмеймін мен. Бұда мені ашындақ құтқызып, мені құшақлап, жығылап кетті бұл аял. Ашоқлада бізні немеге түзімге қылапылық қылдың ба деп мені тұтып апырып, қар үйінің ішіге апырып нем қылды, жазылады. Жазылған вақытта мен қар үйіні ашы күні көзім білен көріптім. Оның іштікі нәрселеріне о қар үй пәк қоқынышлық үйке, оның ішіде қинаш адамларны қинаш ішілдіған құралла. Ашы құралларының әрқылы бәке. Бәзілері мен тәқі өмірі аят көріп бақмаған құралла. Мәселен, менің тәсірлеп бердіған болсам, мақның енчік үшіні юқыры қартып нем қойғама, мандақ орынлықларға қиқып қойған, ашындақ бір жаза орынлықлар бәке, адамларының мәжбүрі алда ашаға бесіп отағызып қинайдыған. Ашындақ орынлықлар бәке, андан бір орындық бәке, адамны отағызып қойып, мандақ тұтып алып, мандақ ішкі нәрсіз біле, мандақ чапылаштырып, бекітіп болғандың кейін
тök bilen nem kıladigan, soqtırdigan töklük orunlukla. Andan bir mındaq qol bilen tutudigan nemesi ba, tutudigan yeri ba, şundaq bir qары bir şanjabang dep qoydu ki özleri. Aşındaq bir tayaqla ba ki, kauçuk tayaqla. Andan tök tayaqla. Adamlar tök urudigan, tök bilen nem kıladigan, soqtırdigan. Yine meni şundaq ayran qaldırgan o yerda. Elqi tizilip turgan qurallarning ichida nayzaga o'xshaydigan bir qural bor ekanda. Ishki beshi mundaq tugilak kelgan. Munda ay formasida kelgan. Andan töpisi mundaq inchik, uzun tutulgan nemisi bor, shundaq. Yana birsi uzun kelib mundaq kelib borib, mundaq üçkür bolup ketadigan ashundaq bir jazo qurollari borki. Har xil jazo qurollari shuning ichida borki. Meni u yerga borganiga ular meni urib, qiynab nim qildi. Yana 2 kun tamoq bermay ashundaq jazolarni nim qildi. Endi o qarıyını kögendiki men u yerden tirik chiqib ketalamdim yo'q deganni o'yladim. U yerga kirgan har bir odam oldi bilan ruhiy tarafdan o'ladigan gap. Men uni ko'rgan vaqtda shunday his qildim. Ularni qiynashib boshlanmay turib, oldi bilan siz ruhiy tarafdan o'lib bo'ladigan. Aşı qurallarni, aşı qo'rqinchli narsalarni ko'rgan vaqtda o'zingizni yo'qotib, o'limdan boshqa hech narsa o'ylamaysiz. Uyatchi.